Өз өлкеңді тану рухани жаңғырудың даңғылы. Өлкетанушылар конференциясы нөмірі 47-ші мектеп қабырғасында ұйымдастырылды. Оған 32 білім ошағынан келген дарынды оқушылар қатысты. Байқауда 3 бағыт бойынша 86 жоба ұсынылды. Ең үздік жұмыстар арнайы жинаққа енеді. Демежан Сайынов ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт бағыты бойынша жоба ұсынып, білімді жас өз зерттеу еңбегіне қазақтың ежелгі қол диірмені тақырыбын арқау еткен. Өйткені бабалар мұрасына айналған құралды бүгінде біреу білсе, біреу білмейді дейді ол. Сыныбымда мектебінде сауалнама жүрген кезде көптеген бала ол диірмен деген немен мен бір жерден естіген сияқтымын, мен бір жерден ол диірменді көрген сияқтымын, бірақ нақты білмеймін дегенді көп естідім. Ол біздің әулеттегі ең қасиетті заттардың бірі, ол ұрпақтан ұрпаққа тарап келе жатыр. Әжемнің айтуы бойынша ол диірмен сонау менің 4-ші атамның уақытында жасалған энергия көзі жел диірмені бар емес пе? Сол диірменнің түп атасы осы. Жастардың археологиямен айналысуға қызығушылығы бар, бірақ бізде шыдамдылық көп уақытта жетісе бермейді. Экспедициялар, осындай конференцияларды көптеп әр мектептерде ұйымдастырған қалаймын. Үміткерлер сондай қазақ хандары, ұлы ойшыл ақындар туралы тың деректер жинаған, ал жас өлкетанушылар экспедиция кезінде жинақтаған мәліметтерін ғылыми жобаларына қазық етіп, өлкенің киелі жерлері туралы баяндады. Ұршық туралы жазған материалдары бар, еңбектері және ерте қазақ өлшемдері дейміз ғой, мысалға сүйем, бірлік, сол бағытта қолданған ерте ермендердің жұмысын қалай өте жақсы жұмыстар. Өлкетану, саналы азамат бойынша да, ұлы дала адамдары бойынша да 3 бағыт бойынша жалпы. Ұлы даланың ұлы есімдері мысалға Жаңғыр хан туралы өте жоғары еңбекте. Біздің балаларымыз қазір деген өте алыс жердегі заттарды білсе де, мысалы қаладан 10 шақырым жердегі Жайық қалашығын білмеуі мүмкін. Не болмаса қазіргі ауылдың тарихын қалаған болар мүмкін. Осыларды жақындату. Соңғы жылдары ұлтымыздың бай тарихын, құлпытастарын, салт дәстүрін зерттеуде ауқымды шаралар қолға алынуда. Ал елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласы бұл жұмыстарды одан әрі жандандыруға мүмкіндік береді дейді сөз алғандар. Бүгінде қосымша білім беру орталықтарында туған өлке тарихы жобасы іске асуда. Оқу ордаларында өлкетану курсы өтеді. Алдағы уақытта өңірдің қасиетті мекендерінің картасы әзірленбек. Айта кетейік, өлкетанушылар конференциясы осымен 2-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Байқау қорытындысында үздік деп танылған еңбектер жинаққа енеді. Бұдан бөлек арнайы жұмыс тобы құрылып, жобаларды тереңірек зерттеуге қолдау көрсетпек. Гүлжан Аюпова, Ербол Медғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.